Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жеңіл әрі пайдалы салаттың рецебін ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Алдымен 40 қабатты жіңішкелеп турап аламыз. Пиязды да жіңішкелеп турап аламыз. Сәбіз бен қызылшаны жіңішке теркадан өткізіп аламыз. Енді сарымсаққа сұйық май, тұз, қант, сірке суын және бұрышты қосып араластырамыз. Енді көкөністердің үстінен жаңағы жасаған массамызды құйып араластырамыз. Біздің дәмді әрі пайдалы салатымыз дайын. Сіздерге ас болсын.